Тазалықты жақсы көреді. Біз әрбір құлшылығымызды Субханака, я Аллахым, барлық Аллахым, бір Алла, бір нәрседен пәк дейміз да. Олай болатын болса, Алла да біздерге әрбір істі бастағанда пәктеріңіздер, тазарыңыздар дейді да. Мынау ауданымыздағы агротехникалық колледждің мынау шәкірттері келіп, мынау аудандық мешіттің ауласын осы тазалап жатыр, тазалық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оған басшы болып жатқан Әбибілла Жомарт Әбибілла ұлына да, ұстаздарға да Алла разы болсын. Осы шәкірттерімізді Алла Тағала тазалап қойсын. Мына еліміздегі қазір болып жатқан індеттерден Алла Тағала елімізді сақ қылсын. Қай уақытта біз сондай пәледен аулақ боламыз, қай кезде біз өзіміз тазалықты сақтай білсек. Олай болатын болса, мына елімізді Алладан бәледен, желеден, қауіптен, қатерден сақтасын, індеттерден сақтасын. Мына балдарымыздың келешегіне Алла Тағала жарқын, нұрлы өмірді нәсіп қылсын. Алла разы болсын. Отаным деген пайғамбар сөзі, Аллаға қолын жайғандар сөзі, храмға қарны тойғандар емес, иманға жүрек тойғандар сөзі. Бабалар еккен балуыз бақта, берегөр өмір бақытты шақта, ел жұртым аман, бауырым бүтін, я Алла бізді тіл көзден сақта. Алла, Алла, шүкір, шүкір, Аллаға шүкір, шүкір, шүкір. Бұл енді еріктілер біздің өзіміздің әрі Алланың үйі, мешітте өз еріктермен келіп, бір жағынан жақсылық жасау, екінші жағынан еріктілер бірлестігін қозғалсын жұмысын жақсарту жайында керемет іс. Оған ешкім таласы жоқ. Осындай біздің жігіттеріміз ұйымшылдық танытып, осындай жұмыстарды әлде де ұйымдастыра береміз. Ол басшылықтың өзі қолға алынған, әрине бұл жалпы 2020 жыл еріктілер жылы болып қабылданған. Осындай әріптестерімізбен қазір жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Ауызбіршілікпен, әрине де. Әрқайсымыз осындай дүниені жасайтын болса, біздің Қазақстанымыз тек қана тап-таза әдемі қала болады. Рахмет біздің студенттерімізге. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan tayyiba innaka antas samiud du'a. Ya Allah'ım осы перзенттерімізге, осы біздің кейінгі ұрпақтарымызға Алла Тағала өз тарапынан ізгіліктер мен игіліктерді нәсіп қыла көр, жүздерін жарқын қыла көр. Рахмет. Ұлтану болмай ұлтымның, сақталмауға ұмтылдым.